Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді профитроли жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: су, сүт, сары май, қант, ұн, жұмыртқа қажет болады. Бірінші кезекте асты қалың осындай темір ыдысымызға сүт, су және де сары майымызды салып аламыз. 82,5% сапасы жоғары майды қолдансаңыздар өте дәмді болып шығады. Және де қант пен тұзды қостым. Барлық мөлшерін описанияға қалдырып кететін боламын. Отқа қойып, осылай майы ерігенше осылай араластырып тұратын боламыз. Майы еріп, жаңадан былай қайнап келе жатқан кезде менде түспей қалыпты, кешірім өтінем. Сол кезде електен алдын ала өткізген ұнымызды салып, осылай лопатканың көмегімен тез-тез араластыратын боламыз, және де астын өте баяу отқа қоямыз. Тез-тез араластырамыз, арасында түйірлері қалмауы қажет. Тез-тез осылай біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып тұрамыз. Газдың астын баяу отқа қойып қоюды ұмытпаңыздар. Осылай араластырып, шамамен 2-3 минут аралығында осылай араластырып тұрасыздар. Астында, міне көрсетіп кетейін, осындай ақ, орысша айтқанда налет пайда болады. Осы астына, міне осы ақ кішкене осындай румяный светке дейді ғой, айнала бастаған кезде оттан аласыздар да. Басқа ыдысқа салып, араластырып тұратын боламыз. Су қажет, массамыз. Жұмыртқа салған кезде пісіп кетпейтіндей, қолымызбен көрген кезде қолымыз ыстық емес болу керек. Жылы масса болған кезде осылай алдын ала өлшеп дайындап қойған жұмыртқамызды 2 бөліп қосатын боламыз. Міне бірінші бөлігін қосып, осылай миксермен араластырамын. Мен қамырымыз бірікпейтін сияқты болып тұрады. Екінші бөлігін салып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аласыздар. Сіздерге ыңғайлы болсын деп қолданатын жұмыртқамның да мөлшерін қалдырып кеттім. Грамдап, міне осындай масса пайда болады. Енді осыны кондитерлік мешокқа салып, дайындап аламын. Басына сіздерде насадка, кондитерлік насадка болса, насадка кигізіп қолдансаңыздар да болады. Менде бірақ насадка болмағандықтан осылай жайғастыратын боламын. Пергамент қағазының бетіне осылай жайғастырып шығамын. Егер сізде кондитерлік мешокта болмай жатса, қасықтың көмегімен құйсаңыздар да болады. Енді осыны қызып тұрған 200 градус пешке салып, қызарғанша 200 градуста ұстаймыз. Қызарғаннан кейін 150 градусқа басып, 10 минут тағы да ұстайтын боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Креміне менде 33% сливки. Креміне өздеріңіздің қалауларыңызша заварной крем қолдансаңыздар да болады. Және де сметанадан жасалған кремдер қолдансаңыздар болады. Мен бүгін сливки және де сгущенка қосып крем дайындап аламын. Сливкиімізді, салқын сливкиімізді осындай таза, суы жоқ ыдысқа құйып, жақсылап миксерлейміз. Осылай қою түске қоюлана бастайды. Қоюланғаннан кейін сгущенканы осындай дәміне қарай мен 110 грамм қостым. Сгущенканы қосып, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Осымен біздің креміміз дайын. Бұны да кондитерлік мешокқа салып дайындап алдым. Егер де сіздерде темір насадка болса, темір насадкамен ішіне құйған ыңғайлы болады.
Міне барлық профитролларымыз осылай әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Ортасын қараңыздаршы, міне осындай қуыс. Жақсы шыққан профитроллардың ортасы осындай қуыс болуы қажет. Енді ортасына кремдерін құйып шығатын боламыз. Менде насадка болмағандықтан бірінші пышақпен тесіп алдым астын. Содан кейін кондитерлік мешоктың көмегімен осылай іштеріне крем толтырып шығамыз. Егерде сіздерде арнайы темір насадка болса, осылай пышақтың көмегінсіз ақ тесіп құя берсеңіздер болады. Сіздерге түсінікті болу үшін міне тағы да көрсете кетейін. Дастарханларыңызға қойсаңыздар да, өздеріңіз балаларыңызға жегенге жасап берсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.